Жақсы оқушылар, енді бүгінгі ана тілі сабағынан кешегі өткен тақырып бізде мәтін болды. Солай ма балалар? Енді бүгінгі сабағымызды бастау үшін ең бірінші психологиялық ахуалға шығайық. Ортаға шеңберге шығамыз балалар. Ортаға шеңберге. Шеңбер құрайық. Үш жақында шеңбер құрайық. Айтамын, мынау менің жүрегім, бәрі осылап басталған. Мынау менің бар, бәрі осылап басталған. Мынау менің оң қолым, мынау менің сол қолым, бәрі ісі атқарған. Жақсы, жарайсыңдар. Оқушылар, бүгінгі дейін біз мәтін дегеніміз не екенін, мәтінге бізде жатады ертегі, сосын не жатады тағы? Өлең, сосын тақпақ, жаңылтпаш, жұмбақ сияқты, жаңылтпаш балалар кім жаңылтпаш біледі? Бестік алма, бестік алғандікі, төрттік алма, төрттік алғандікі. Жарайсың, Ажар, жарайсың. Кәне, Ажар, бұдан жағалы, шықпалты сұрағылай. Жарайсың. Жақсы, оқушылар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты санамақты мазмұнын қимылмен көрсетіп, суреттегі балалардың көңіл күйін ым-ишара арқылы жеткізу, айтылу мен жазу, бірдей сөздерді көшіріп жазу және де санамақты жазу, есте сақтау арқылы. Балалар, бүгінгі сабақта сіздермен санамақ өтеміз. Ол санамақты қолдармен көрсетеміз, има-ишара арқылы және балалардың көңіл күйін анықтаймыз. Бүгінгі сабақтың мақсатына жету үшін біз сіздермен тапсырмалар орындаймыз, ойындар ойындаймыз. Тапсырмалар арқылы жазамыз, жақсы ма? Осы мақсатқа жету үшін біз жұмыс жасаймыз. 57-ші бетті ашамыз. 57. Саусақ жаттығулары дейсіз. Саусақ жаттығулары. 57-ші бетті ашамыз балалар. Ашыңдар ма? Енді санамақты тыңдайық балалар. Ең бірінші санамақты не екенін білесіздер ме санамақ? Санамақ дегеніміз мысалы біз ең бірінші санаудан бастайық, Кәне, Айбар, санап берші бізге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсың, Айбар. Бағалай Айбарды. Жарайсың. Жақсы балалар, ендеше сіздермен санамақ не екенін білу үшін мен сіздерге санамақты оқып берейін. Сізге тыңдаңыздар, жарай ма? Саусақ жаттығулары. 1, 2, 3 деп жұмайық. Қалсын ептеп тыңайық. Саусақтарын салалы, өнерпазға лайық. Оңға, солға ейік, жұдырық қып күйейік. Биші, күйші болуға, тұр саусағын сұранып. Алақанды ашайық, көкте шашу шашайық. Қимылдатып аспанда, жаттығулар жасайық. Балалар, бұнда қандай сандар бар бұл мәтінде? 1, 2, 3. Жарайсың, айыл. Ендеше, бұны біз ең бірінші қимылмен көрсетейік, сосын сіздер оқисыңдар, жарай ма? Кәне, көрсетеймін. 1, 2, 3, жұмайық, қалсын ептеп тыңайық. Саусақтарым салалы, өнерпазға лайық. Оңға қарай иіліп, солға қарай иіліп, жұдырықты түйейік. Биші, балалар, биші, классиде биші. Күйші, соны көрсеңіз. Күйші болуға, тұр саусағын сұранып. Алақанды ашайық, көкке шашу шашайық. Қимылдатып аспанда, жаттығулар жасайық. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Саусақ жаттығулар. 1, 2, 3 деп жұмайық. Қалсын ептеп тыңайық. Саусақтарым салалы, өнерпазға лайық. Жарайсың, Айбар. Әрі қарай Ажар оқу ғой. Оңға, солға иіліп, жонарық қып түйейік. Биші, күйші болуға, тұр
Sulamak. Жарайсың, аға. Келесі үшінші шумақты бізде Айван оқиды. Авокадо, ашай, күйет, шай, kaki, simon, murta, top, as, panda, jatı, tofu, var, jar, say, ok. Alçak jatı bulanı, bal, kim, uş, yip, şu, kalsam, yip, kim, tay, saklı, salla, ün, ir, var, Оқушылар, жарайсыңдар, біз сіздермен саусақ жаттығулар деген санамақты оқыдық, қимылмен көрсеттік, солай ма? Ендеше балалар, мен сіздерге қазір интерактивті тақта арқылы видео көрсетемін. Видеода қандай сурет бар, соны біз санама арқылы айтайын. Жақсы ма? Bir дегенім, екі дегенім, екі. Үш дегенім, үші. Төрт дегенім, тымақ. Бес дегенім, айлақ. Алты дегенім, алқа. Жеті дегенім, жейде. Сегіз дегенім, кеңсе. Тоғыз дегенім, келпек. 10 дегенім, ойма. Бірге босқа ойнап дейді. Жақсы балалар. Сонда балалар, бұл санамаққа біз істедік жаңағы суретке бойынша тие. Bir дегенім, бөрік деген сияқты. Балалар, енді жаңа сіздер оққан саусақ жаттығулар деген бізде мәтінді кім жазды екен осы санамақты? Сол туралы балалар мен сіздерге мәлімет беремін, жарай ма? Ол мәтінді бізде Болат Үсенбаев деген ақын жазған екен. Қане айтамыз? Болат Үсенбаев. Ол 1955 жылы Қытай Халық Республикасының Қалжа қаласында туған екен. Құлжа қаласында туған екен, балалар. Сонда бұл Болат Үсенбаев қай қалада туды? Құлжа. Әмір қай қалада туды? Құлжа қаласында. Ақжелкен, Балдырған журналдарында қызмет еткен. Бірнеше жыл жинақтарының авторы екен. Сонда бізде жаңағы саусақ жаттығулар деген мәтінді кім жазды? Болат Үсенбаев. Ол 1955 жылы дүниеге келген екен. Жақсы ма балалар? Жақсы. Ендеше балалар, дәптерімізді ашайық. Жай дәптерімізді бүгінгі күндерін жазайық. Наурыздың 14-і сынып жұмысы. Мәтін бүгінгі тақырып. Дәптерімізді ашайық. Айбар. Күндерін жазамыз. Наурыздың 14-і. Дәптерді қиғаш қоямыз. Әден жазамыз. Наурыздың 14-і. Денемізді тік ұстаймыз. Дәптерді қиғаш қоямыз. Көркем жазамыз.
Санамақты жаздыңдар ма? Иә. Жақсы. Ендеше кім оқып береді? Аял оқып береді. Bir деген білім, төртпен бесік ілім, екі деген еңбек, еңбек етсең ілгер. Жарайсың аял. Қане бағалайық аялды. Жарайсың. Жақсы. Ажарлық еңбек оқи ғой. Bir degenim білім, төртпен беске ілім, етке дегенім еңбек, етсең өлбек. Жарайсың. Бағаларыңыз қайда барды? Жарайсың. Жақсы. Ендеше балалар, біз сіздермен дәптермен әрі қарай жұмыс жалғастырайық. Мұнда сендерде міне санамақ бар. Сол санамақты әрі қарай біз жазайық. Bir дегенім балалар бізде немене болды ана? Bir дегенім қараңыз. Бөрік. Жақсы. Тақтаға кім жазады? Мен. Шағылады. Бөрік. Ал балалар сендер оны дәптерлеріңе жазыңдар. Мына жерге жазайық. Мына жерде бөрік мұнда. Бөрік. Иә, біріншісі бөрік. Иә. Бөрік. Жарайсың. Жақсы. Ажарлық. Келесі балалар. Екінші. Екі дегенім не бізде? Етік. Жақсы. Жаза қояйық тақтаға. Етік. Екі деген жерге етік деп жазыңдар. Қай дегенім? Мына жерге жазыңдар. Етік. Мына жерде етік. Мына жерде етік. Етік. Айбар жазыңдар. Мон болыңыздар. Етік деп жазайық. Етік. Енді балалар әрі қарай. Үш дегеніміз не екен балалар? Үш. Кім жаза тақтаға? Айлан аша ғой. Жаза ғой. Ішік. Жаза ғой. Ішік. Ал біз үшінші көрдіміз. Айбар үшінші көр. Үш дегенім мына жерге. Айланды ғой. Ішік. Үш деген жерге. Сол жерге дұрыс. Айбар. Дұрыс. Сол жерге. Жарайсың Айлана. Енді бізде төрт дегенім. Төрт дегенім. Төрт дегеніміз не? Кім жаза тақтаға? Мен. Кім ады? Әмір шауы. Жаза ғой. Мына жерге жаза ғой. Сымақ. Және де бізде балалар соңғысы бізде не екен? Бес дегенім. Бес дегенім. Айпа. Оқушылар, қанекей, бір сербат орын. Үшінші тапсырма, соңғы тапсырма. Қараңыз, адамның көңіл күйі жүзінен білініп тұрады. Оны неден байқауға болады деп ойлайсың дейді. Бізде балалар қараңдаршы.
Берілген бізде Айгүл. Айгүл не істеп тұр балалар? Шымайып тұр. Шымайып тұр. Мәди. Мәди не істеп тұр Мәди? Мәди қараңыз, Мәдидің түрі қандай? Таң қалып тұр, иә Мәди? Иә, Мәди таң қалып тұр. Зәуре? Ойланып отыр, иә? Кемел ашулы. Інжу не істеп жатыр? Жылауы. Алихан не істеп жатыр? Жақсы. Оқушылар, енді осы үшінші апта бойында сендермен бір ойын ойнайық, жақсы ма? Біз қандай көңіл күйді жасырасыңдар сендер? Мына жерде отырған балалар оны тауып алу керек, жақсы ма? Жақсы. Кім бірінші шығады? Айлана шығады. Ал көрсет. Қараңдар балалар. Көрсете ғой балалар. Інжу не істеп тұр? Жақсы. Айлана аяғы шыға ғой. Көрсет, кімді көрсетесің? Балалар көрсет. Қайсысын көрсетіп жатсың? Айгүл. Кім ол? Айгүл. Не істеп тұр? Жымиып тұр, күліп тұр. Жақсы, жарайсың. Шыға ғой. Жарайсың аяғы. Сен кімді көрсетесің? Кім? Алихан, дұрыс па? Дұрыс, өйткені ол ренжіп тұр, сай деп тұр, жақсы. Шыға ғой. Қайсысын көрсетесің? Дұрыс па балалар? Кемел, жақсы. Айбар, қайсысын көрсетесің мыналардың? Қайсысын көрсетесің? Шыға ғой. Балалар бәріміз Айбарға қараймыз көңіл күйіне. Айбар. Кім ол? Таң қалып тұр, Мәди, жақсы жарайсыңдар балалар. Балалар, енді бізде сендермен сабақты қорытындылау керек. Кері байланыс беру керек. Рефлексия жасаймыз балалар. Оны 3 қыл әдіс арқылы жасайық. Балалар, ең бірінші сіздерге не қызық болды? Жақсы. Және не қажет болды? Оқу, дұрыс айтасыздар. Оқу, жазу, иә? Ал не қиын болды? Санамақты құрастыруға қиын болды. Жақсы жарайсыздар балалар. Ендеше бүгінгі сабақта сіздерді бағалаймыз. Ең бірінші бізде кімді бағалайық қайын? Айлана сенен бастады. Айлана бізде бүгін сабаққа жақсы қатысты. Оқыды, әдемі көркем жазды, санамақты оқыды. Және ым-ишара арқылы бізге көңіл күйді көрсетті. Сондықтан Айлан, саған бүгінгі сабаққа жарайсың. Аяғы сабаққа өте белсенді қатыстың, ым-ишара арқылы бізге көңіл күйлерді көрсеттің, мәтінді санамақты айттың, оқыдың бізге, жарайсың. Ажар, саған да өте жақсы сабақ қатыстың, белсенді қатыстың, оқып бердің, көркем жаздың. Сондықтан да бүгінгі сабаққа саған жарайсың дейміз. Әмір бізге тақтаға шықты, жазды, санамақты құрастырды, оқыды. Сондықтан да Әмірге де жарайсың дейді. Айбар, бүгінгі сабаққа сен жақсы қатыстың, келесі жолы саған не істеу керек? Келесі жолы одан әрі жақсы қатысу керек, сөздік қордың молайту керек. Тақтаға шыққанда бәріне тиянақты, әдемі, көркем жазу керек. Саған бүгінгі сабаққа жақсы деген баға қоямыз. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Жақсы. Қандай көңіл күйдесіңдер? Жақсы көңіл күйдесің. Жақсы. Ендеше балалар, осымен сабағымызды аяқталды.